Әдебиетті оқу. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты. Кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті мен мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп тауып бағалау. Эпизодтарды салыстыру, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Мәтіннің әр бөлігінде қандай оқиға сипатталған? Әр бөлікке тақырып қойып, жоспар құр. Бірінші бөлікке қандай тақырып қояр едің? Екінші бөлікке қандай тақырып қоюға болады? Жаз. Мәтіндегі кейіпкердің жағымды және жағымсыз іс-әрекеттерін жаз. Кейіпкердің қандай жағымды әрекеті бар? Қандай жағымсыз әрекеті бар? Сейтен Ашат аяғын неліктен сындырып тастады? Мәтіннен сұрақтың жауабы болатын сөйлемді тауып, қоршап сыз. Екінші тапсырма. Сейтен қандай бала деп ойлайсың? Егер сен Сейтенмен кездессең, оған не айтар едің? Оның жасаған іс-әрекеттері туралы ойыңды білдіріп, Сейтенге хат жаз. Хат 5-6 сөйлемнен тұрсын.